Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова. Чалышам вешімдікі дақаға бойлы мәлімат. Девлет милетлер ара комитетінің суда қайыш зеретті. Ерлі сәкенлер рейске насыл меселелеріні сеслендірділер. Қараденіз өтекілері асыралған плантацияға экскурсия. Қырымда моллюсклер насыл етіп асырала. Қырымда арби едеклер сақланылған ер тапылды. Яш қырымлылар жұмқұретімізге насыл мүкефатларнен қайттылар. Дизайнер Ресам Зубер Кадризаденің эсерлерінде Қырым татаруслюбы. Ялтада Мұсафыр-Ченлік академиясы адлы тәсілейхасы чалышы башлайжақ. Бұл ақта Қырым жұмқұретінің елбашчысы Сергей Аксенов координацион мұшавереде хабератты. Академия ярмадада туризм ве курорт йөнеліштерінің инкешаф етеже, корта ве юксек мутихасларны азырлаған ер олажақ. Академия, которая будет работать на Республику Крым, очень важный проект с точки зрения подготовки персонала, подготовки менеджмента среднего и высшего звена, работы со студентами, работы со школьниками, потому что важно философию, культуру сервиса внедрять с самого раннего возраста. Мы еще сегодня достигли такого важного соглашения, как создание Центра развития туризма. Это все будет на одной базе, там же, где и академия наша. И там мы сможем не только готовить специалистов, но и развивать наш туризм, и прорабатывать программы развития туризма во всех регионах Крыма, чтобы все крымчане чувствовали, что правительство работает над дальнейшим развитием курортов всего Крыма. Ахмеждете Кызылташ футбол клубының Васиет шурасының топлашығы кечіралда күн мевзусында кечкен сененің нетіджілері олды. Кележекте бежірілежек ішлер ве клубын кешафның стратегиясы ақында соз көрсетілді. Қырым футбол бірлігі премьер-лига чемпионатының барлық қысмына қойған планлары да мұзакер етілді. Кызылташ үшін омартның бұрынде башлана бұрынжы ойын кефелі фаворит ВДК футбол клубына қаршы олажақ. Альберт Куршутов айтқанына көре бүгін футбол клубы бір сыра қиынлықларға раст келе. Нам сейчас предстоит точечно закрыть несколько позиций по футболистам, найти их того уровня и профессионализма, который позволил бы нам улучшить свою игру, да, и говорить уже о результативности. И есть у нас достаточно небольшой отрыв от призовых мест, который мы можем компенсировать достаточно просто, если сможем, ну, во-первых, обзавестись профессиональными футболистами, и второе, если пройдем качественно сборы, подготовимся, и все футболисты будут мотивированы к тому, чтобы побеждать. Туплашовда клубның яқын шетелге чықмасы суалы да көтерілді. Альберт Куршутов тариф еткенне көре, енді Сурия тақымының ортақлық матчын ойнамақ теклифі бар. Ондан да башқа Русияның қомшы регионларының ойынлар кечірілмесі мүмкін. Эту активность мы будем поддерживать и, конечно же, сделаем все, чтобы наша футбольная команда «Кызылташ» сумела достойно выступить и, естественно, показать себя, показать свое мастерство. Эледендияде адам Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Альберт Кангевге оларны ратсызлаған суалерні сеслендірділер. Ерлі сәкенлер боле меселелерінен мұражат аттылер. Шернің көмер микрорайонларында газ, ел ортосы ве су олмағаны. Они сегодня все находятся в работе. В части проектирования, в части строительства. И моя задача будет обратиться к руководству республики, к руководству компании «Вода Крыма», чтобы те бесхозные водопроводные сети, которые сегодня существуют в городе Судаке, были взяты на баланс, определен перечень по их ремонту, определены суммы и в однозначном порядке, чтобы они были приведены в соответствие норм работоспособных сетей. Ондан да башқа сәкенлер шер бинасының ресмилештірілуінде ярдым сорап мұражат аттылар. Суалымызды жауап алдық. Рескомнат ве Судак шер хакимияты бізде бұл мәселеде ярдым жолажақларына сөз берділер. Бізде яқын уақытта олардан текрар көрішіп, бұл мәселелері япып, епсіні діни идаренің үстіне весиқалары оформлет етежек.
Құрылып бетмеген мескен. Бақчысырай сәкенлері бақылмаған ветек бір кырышы яшалған бинаға шикайет етелер. Оның құручылығы тап 90-шы сенелері башланғаны да, ама белі олмаған бір себеплерден ойледе екінленмеді. Шернің мемориеті ве Қарым акиметінің векілері объектке тешкерувнен келділер. Бинаның тағдир ақында мұғбирымыз Султанеси Такаева девам ете. Құрылып бітмеген евде бір кіріш чалыша. Енді 20 елдан зияды 5 қатлы ев бақылмаған шекілде тұра. Подъезде 10 квартира бар. Сәкенлер мұнда да 1997 сенесі сәйіплік аққы весиқаларыны елде етіп көчіп келген еділер. Олардан бірі Людмила Пачковская. Оның айтқанына көре құручылық екінленмегені себебінден бұл евде дым, диварлар ве таван чатлай. Сырость, все цветет. На 5-м этаже крыша там течет. У них постоянно они делают ремонт, а там маленькие дети. Сәкенлер дефалар демуражат еткен сон мұнда чыққыш топлашывы олып кечті. Емнің сәкенлері мебуслар ве шәйір мемориетінің реберлері топландылар. Рейесінің сөзлеріне көре бина бақылмаған ве қазайы алда болуна мұнда атты ешамаға хафлыдыр. И сегодня мы видим, вот комиссия приехала четко, мы знаем, что дальше делать. Сейчас вот комиссия отработает и даст нам рекомендацию, как что. Но уже вот по разговору с этой комиссией я понял, что тут уже есть перспектива решения этого вопроса. Қырым Жұмхуриеті Дәвлет Шурасының мебусы Ольга Виноградова бірінжен евбетте қазайы алда болынған евге башқа адрес едалитера бермек керек деп қайдетті. В несколько этапов нужно оформлять данный дом для включения в программу переселения аварийного жилья в Республике Крым. Одним из первых мероприятий нужно будет разделить литеры, потому что мы видим, что несмотря на то, что дом стоит отдельно физически, он является единым номером с вот этим домом, да, который имеет такой же адрес Мира 6. Бұндан сон ев қазайы олғаныны белгілемек үшін шер мемориеті экспертиза кечережек. Мы будем видеть, какой путь после экспертизы будет применен. Либо, возможно, никаких повреждений целостности конструкции нет, тогда будет один вариант предложен. Если действительно будут непреодолимые повреждения по экспертной оценке, тогда уже, естественно, будем применять другой путь. В любом случае, в этом году я уверен, что этот этап пройдет. Финансирование из местного бюджета мы постараемся на это найти. Бұл меселені Бақчысарай шәйір шурасының даими комиссиясында да музакире еттілер. Яқын вақытта евнің сәкенлеріне протокол ве япылажақ чарелер весиқасы юланылажақ. Султанеси Такаева, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Ичкі сәсет, малюмат ве бақ везірлігі да саф идаресілі ішбірлік ақында аңлашмайм залады. Олар арби ватан перверлік суалері бойынша иш тұтайжақлар. Енді ағымда кесенеге планлар тізілді. ДСАФ – это та организация, с большой историей и делает хорошие дела, потому что она кует фактически, грубо выражаясь, те кадры для подготовки к обороне, да, чтобы всегда любой гражданин был готов, если понадобится, стать на защиту своей родины. Аңлашма тізілмесі да саф идаресінің 93 жылығына башланды. Бойылар девамында жемет яшларына арби ватан перверлік тербиясы ве арби қызметке азырлану флейхыларны муафақиет или амелге кечерді. Бұнен бір сырада генчлеріні спортқа желпете ве сағлам аяттарзыны рағбетлештіреп. Мы сегодня присутствовали на подписании этого соглашения. Любое начинание, оно должно быть юридически подкреплено. Вот наше взаимодействие, оно очень важно, потому что мы прежде всего популяризируем именно защитника нашей Родины. Ялта сәкені әркезінің оғынде өзіні пычақлады. О шер мемориетінің бинасында суицид япажақ қолды. Ечтімайғыларда бұл вақаның видеосы енді дарқалды. Анда әркішы башта бойнуны кескені, sonra елдемарларыны кесі башлағаны көріне. Этрафта болынғанлар оны бірден көрмеділер, кечкенлер бірінші тіби ярдым көстерділер. Әркішы хастаханеге еткізілді. По предварительным данным, у гражданина были проблемы со сделкой по продаже недвижимости. В 2018 году правоохранителями по заявлению гражданина было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. В настоящее время полицейскими проводится проверка по факту произошедшего в администрации города Ялта. Ярмадада арби едеклер ве патлайыжы моделер сақланылған ер тапылды. Оны Қарым сәкені Украинаның мақсус қызметлері берген вазифе бойынша донатты. Құқық бозу жыны Русияның федераль қавсызлық қызметі яқылады. 9 электродетонатор уч запал ве 5 килодан зеде патлай білген шетче капаланды. Оларны қанынсы сатын алғаны ве сақлағаны үшін жинайы еш ачылды. Махкеме қырары бойынша еркішін апске алдылар.
Қырым утекілері четелге экспорт етілежек. Регионын қоқожалық везірі Андрей Рюмшин хабер еткеніне көре деликатеслеріні Ақру, Серменистан ве Қазақстанға тапшырмаға планлаштыралар. Ел-елдан Қараденас мақсулатлары чоқча сатыла. Мұхбірлеріміз фермада бұлынды ве моллюсклер насыл асыралғаны ақында тариф етежек. Утекелер партиясы мақсус кемеге еклөнелі ве денізге алып кетілі ұзақ дегіл. Утекелерінің плантацияларына қадар катерге 5 дахадан етіп бармаға мүмкін. Дениздегі бостан 150 гектардан зиядедір. Бұ ерде өстерілген утекелерінің көлемі чеші тұмумен сайысы 4 миллион данедір. Бойле ферманы бақмақ үшін денізжелер бір күнде дефаларча денізге чықалар. Бүгін ән кечкелеріні сувға йоллаймыз, оларының йолу башлана. Әрбірінің чекісі есе 6 грамм. Сатылмақ үшін әрбірі ән аздан 10 кереге алғыржа олмалы. Вот мы только высадили ее, грубо говоря, в этом году. Она будет расти в год-полтора. До размера уже предтоварного, это 40-60. Утекелер чекісіне көре калибровканы кечелер ве сувға йоланылалар. Бұл партияны тек 2 айдан сон чықарачақлар. Оны ювачақлар ве су 8-люклерінден темізлечеклер. Утекелер бұл нефес алмалары үшін контейнерлерді темізлене. Қырым сувларында асыралған утекелерінің чешіті Авропада ән рағбетлерінден бірі сайыла. Олар лезетлі олмақтан ғайры тез хасталанмайлар. Исторически эти устрицы вообще из Японии. Они называются гигантская устрица, либо тихоокеанская устрица. Они широко распространены по всему миру, потому что они самые неприхотливые, растут практически везде без особых проблем. Утекелерге қимет кесмек үшін эсас критерийлерден бірі бұл оларның ағырлығы ве көлемідір. Этот размер номер 3 называется по международной шкале 60-80 грамм. Это размер номер 2 80-100 грамм и номер 1 100-120 грамм. Утеке севгенлер айтқанларына көре деликатесіні бірінші сефер ашайжақларға уфақча моллюсктен башламаға керек. Біз 80 граммлық утекені сечтік. Попробуйте, у каждого свой вкус. Ну что, начнем? Неплохо. Для первого раза неплохо. Қара дениз утекелері океанда өстерілгені кібі тұзлы дегіл, оларының дады татлы жет дениз қоқысы бар. Ағызындаки лезет ұнытылмас. Қырым утекелерінің сатылуы тез-тез арта. Мөсесіде айтқанларына көре Русияда кечкен сенеге бақанда деликатес соралуы 3 кереге артты. 2020 сенесі Қырымлы дениз фермачылары үшін мұйым олмалы. Регионын кой қожалық везірі Андрей Рюмшин хабер еткені кібі бұ сене утеки ве медиаларны четелге сатмаға планлаштыралар. В 2020 году планируется дальнейшее наращивание объемов производства мидий, устриц, креветок, других объектов аквакультуры до 2680 тонн. Поставки продукции будут осуществляться в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль, Тюмень, на Северный Кавказ. Также планируется экспорт в страны Таможенного союза, Казахстан, Армению и Белоруссию. Бүгін Қырымдауын дензейді қожалық денес мақлюқларыны асырай. Әмді медиа өтеки ве креветка асыраған 5 инвестицион лейха әмелге кечіріле. Цефи Шукурова, Руслан Минаев, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Қырымда экология ве су проблемлері оларының чезу фусулары ве юлары. Бүгін Ахмеджете матбуат конференция девамында айны более мевзу музыкере тальда. Алемлер жүмхіреті суынен бағлы меселе ве су ресурсларының рациональ ишлетілі вақында сөз юрсеттілер. Возможности наших подземных хранилищ водных, это дать, если мы бы всюду сразу забирали по всем скважинам, порядка 1 миллиона кубических метров. У нас есть этот запас, это кладовая, которая может нам обеспечить сегодня проживание. Потому что потом идет снова, все-таки цикличность это установлена многовековая и многолетняя, десятилетиями, что мы все-таки забираем, но в то же время то ли зимние осадки, то ли весенние, снова идет подпитка этих горизонтов. И главная задача мониторить с тем, чтобы не запороть, как говорят специалисты, этот водный горизонт. Қырым уникаль региондар бүгін ярмаданын су сақлаған ерлеріні қорчалап қалмақ ве су балансыны көзетмек пек мұйымдар. Бұл йөнеліште Қырым алемлері Русия институтларының бераберлікте çalışалар. Біздің мутихасларымыз енді су темізленуі бойынша лейханы тевсие еттілер. Мы предлагаем технологию очистки их, кальцевания,
собрать в те емкости, которые сегодня можно и на 500 тысяч кубов, можно и на миллион их создавать, и такие они сегодня у нас и есть в тех регионах, где можно делать, и оттуда начинать пользоваться, поливать те сельскохозяйственные культуры, которые экономически эффективны будут от стоимости воды и все остальное. Поэтому сегодня, если мы решим вопрос питьевой воды, если мы решим вопрос для сельского хозяйства, то тогда основные вопросы и будут, в общем-то, и согласованы. Крымтелеком вақытын жаба қызметлері үшін төлевлерінің қабылыны тоқтатты. Шіркетте бұ абонентлерге ичтете сыретмейесі деп ұшандырдылар. Бұл мөсесянын ағлары яңы рақами технологиялар йөнелішінде оптимизация тілмек кереклігінен бағла. Ішлер басамақ кечіреле шымды ке вақытта Крымтелеком дариясының ярысындан зияде бөлігі төлевлерін қабыл етмей, ама епсі бөліклер ачық. Мутехаслар абонентлерге альтернатив төлев усуларыны аңлаталар. Речь идет о банковской системе, которая в Крыму достаточно разветвленная. Это сети моментальных платежей, платежные терминалы. Это почтовое отделение, которое расположено на территории Крыма. Ну, соответственно, интернет-банкинг, абоненты могут с карточек платить. Умур бою санатнен. Белері сам Зубир Кадризаде о студияны açtı. Bu onun arzusu еді. Ustanın icadi yolu ve gelecekке planlar hakkında muhabirimiz Ayşe Şulakova tarif etti. Bu cami, o camiye bir 300 yıl var. Ханларын zamanında yapılған bu cami. Ресімде Тарақташ көйінде ерлешкен Аджибей жәмесі тасверленген ойескі соғақлар ве евчіклер арасында ерлеші. Оны манзаралы дағлар сарып ала. Жәми Зубир Кадризадені тап балалығынан мерақландырайды. Тамам bu дені объекттен дизайнер ресам Қырым жәмелері ақында бір sıra esерлеріні башлап яратты. Елбер дүлбер манзараларын арасында olacak бұлар епсі. Ve ne kadar camiimiz saklandı ve yok olған жәмелерін. Оның ресімлері айретте қалдыра. Оларының епсінде тарих нефесі дуйыла ве халқымыздың зеңгін медениеті ақында тариф етілі. Кадризадені милитюс ве ярым адамыздың табиаты илхамландыра. О ресам олмаға да балалық жағында қарар алған еді. Sonra ise Самоки Шадына Али оқып юртына оқымаға кірді. Менде мектеп бітіргенде проблем жоқ еді, қайда оқымаға кережем. Мен біле едім, мұна менің жолым бар. Шүкір Аллаға, мұна Алиде кетем. Bu ise ressamның диплом işi. Resimde harbi kiyimler kiyген ханны tasvir etmek керек еді. Ләкин мақсус урба тапылмады ве Зубейраға Шайын Гирейінің башлығыны ойзу ясады. Bir kaç yıl evvelisi Zubeyraға да интерьерінің дизайны ile meraklanıp başladı. Birinci işini ressam Mamut Çurlu'nun birlikte Karasuf Bazar'daki Cuma Cemisi'nin bezituvinde başladı. Bundan son öz leyhalarına geçti. Bu haveyhaneler, restoranlar ve şahsi evlerinin dizaynı, yani yaraştırılması oldu. На столиках, на витражах это геометрический орнамент гирек, даже на дверях. Это иранские витражи пинджире, то есть на окнах. То есть оно у нас было. И каменная резьба сельджукских мотивов тоже здесь она есть. Şimdi Zuberi Kadrizade icadi adamlardan ibaret komandasını toplay. Özünün yanı studiyasında interyer ve eksteryer, yani tışkı ve içki Kırım Tatar dizayn uslubunu rağbetleştirmege niyetleniyor. Bu işte halkımızın çok asırlık annenelerine esaslana. Ayşe Şulakova, Vitaliy Golubov, Millet için. Яш қырымлылар Орду ел күреші бойынша халқара турнирінің лауреатлары олдылар. Олардан екісі алтын ве екі күміш медаль қазандылар. Ярыш Анапа шайырында кечті. Чемпионларының мұхберлерімі сүбетлештілер ве енді оларының мақсадларını білейлер. Тамисивари яда хатты шейлерінің сындырылуы клубның инбанчысы Абкерим Юнусов көстері. Бөлі урывларына оның талебелері да yapмайлар, хамма арби санат мақсадларына емерлікнен адымлайлар. Keçken hafta yaş sporçular Arbi Sanat Festivali'nde iştirak ettiler. Ordu el kuruşuvu boyunca turnir Anapa şehrinde geçirildi. Anda bütün Rusya'dan ve çet el memleketlerinden 200'ge yakın iştirakçı toplandı. Доволен, как они себя показали. Это, считай, самый такой ответственный чемпионат был. И в нем тяжело было победить.
потому что все достойные бойцы были. Ильяс Усейнов үшін бұл чемпионат Қырымдан тыш кечерілген дебюті олды. Бұна бақмадан турнирны еменлікнен кечірді. Финалда мөдеттен Эвель Ғалибе қазанды, рахибіні эленден тұтты. Мне понравилось там бороться. Противник был хороший, там сильный тоже. Ильясқа қол тұтмақ үшін Анапаға бүтін хорантасы ел алды. Зері Усейнова чемпионның анасы. Оның тариф еткеніне көре, оғлын анасы олсады нәтижеге ерішмекіні огретті. Они занимались перед турниром каждый день. Абкерим с ними занимался. Конечно, морально подготавливали, что готовили ко всему, к любому исходу, и к выигрышу, и если вдруг, не дай бог, проиграет, но морально старались подготовить ко всему. Халқара турнирның дабыр ғалибы Рустем Мирзаков олды. Ойынды 9 турнирде иштирак етті. Ама Анападаки халқара турнир оның үшін айрыжа олды. У меня было 2 боя. Первый соперник был чуть сложный, а второй был полегче. Рустем огыне юксек мақсадларыны қоя, ой мутихасыз спортчы олымаға істей. Бұл мақсатқа олар бабасынен яваш-яваш адымлайлар. Оғланның әркуну әр саты язылған. Клубдаки идмалары бетсе, де башқалары башлана. В этот раз, Аллаха шүкір, мы вышли на новый уровень, как бы на следующую ступеньку, именно уже, можно сказать, начало российских каких-то чемпионатов. Мальчик хочет, как бы желание изъявляет, старается, но, правда, немного в ущерб в школе, но уже как бы поставил условия, если нет учебы, значит нет тренировок. Анапада умумен 4 хырымлы спортчы чықышта болынды. Оларның әрбірі Евгеме дальнен қайтты. София Шукурова, Руслан Минаев, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Шымдықыда қаға бойепсі қаберлер келечекейін мұзны 21 бұчықтақа чырманасы қайырлы ақшамлар.